Бұл видеода ұшаққа тиімді билет алу жолын айтамын. Сәлем, есімім Еркебұлан, авиацияда 5 жылдан бері жұмыс істеймін. Және де менен көбісі билет алу жайлы да сұрайды. Ал оның ең тиімді жолының бірі субсидияланған рейстер екенін көбісі білмейді екен. Субсидияланған, яғни мемлекеттің өзі қолдайтын рейстердің 3 үлкен артықшылығы бар. Оның біріншісі, міне мұнда көріп тұрғандарыңыздай, қай күнге алсаң да тұрақты бір баға. Мынау Тараздан Алматы, Тараз бағыты, ертең алсаң да, болмаса бір айдан кейін алсаң да, демалыс болсын, мейрам болсын, бір баға. Екінші артықшылығы, егер сіз алып қойған билетіңіздің күнін ауыстырғыңыз келсе, ол ешқандай комиссия штрафсыз тегін жасай аласыз. Және дәл сол сияқты билеттен бас тартқыңыз келсе, яғни возврат жасағыңыз келсе де тегін жүзеге асырылады. Ал басқа билеттерде ол 90-100%-ға дейін ол сізден ақысын ұстап қалады. Қолданыңыздар. Егер қандай бағыттар екенін және де оны қалай алу керек екенін білгіңіз келсе, осы видеоны қолдап отырыңыздар, келесіде салатын боламын. Көріскенше.